Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай бауырдан тіске басар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз бауырды осылай бөлшекке бөліп кесіп алып, блендерге езіп алатын боламыз. Барлығын осылай блендермен езіп алғаннан кейін ыдысымызға салып, ендігі жуамызды бөлшектерге кесіп, бұны жуанды блендерге өткізіп алатын боламыз. Мұны осылай барлығын өткізіп алдық. Ендігі үстінен біз жұмыртқамызды саламыз. Және де сүтімізді құямыз. Тұз бұрышымызды дәмін келтіретіндей қылып саламыз. Және де ұнымызды саламыз. Жақсылап барлығын араластырып алып, соңында 2 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі осы салмамызды 2-ге бөлетін боламыз. Мен осындай формаға құйып пісірдім. 2-ге бөліп 180-200 градуста 15-20 минутта пісіріп шығарамыз. Ендігі салмасын дайындайтын боламыз. Мына жерде менде сәбізді теркіне өткізіп алдым. Енді табағымызға шамалы май құйып, сұйық май. Осы сәбізімізді қуырып, піскенше бұқтырып алатын боламыз. Ендігі ішіне мен осындай грек жаңғағын қолдандым. Блендермен уақтап аламыз, уатып. Мұны осылай уатып алдық. Мұны біздің сәбізіміз пісіп шықты. Үстіне осы грек жаңғағын салып, үстіне майонезімізді саламыз. Және де сарымсағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып біріктіріп аламыз. Енді осы піскен бауырымыз, мұны біз 2 бөлікке бөліп алған бауырымыз пісіп шықты. Осыны енді ортасынан бөліп, 4 бөлік қылып жасап аламыз. 4 қатар жинаймыз. Ендігі осы бір қатарына осы салмамызды толықтай жағып шығамыз, жұқалап. Барлығына жететіндей жан-жағына жеткіздіріп, жағып шығамыз. Осылай енді қатарына рет-ретімен осылай бауырларымызды қойып, барлығын жағып, жинап аламыз. Мұны барлығын болдық. Ендігі осы бауырымызды бетін пищевой пленкамен орап, холодильникке 1 сағатқа, 2 сағатқа салып алатын боламыз. Бір-біріне сініп, жақсы болып жұмсарып тұру үшін. Менде 1 сағаттай холодильникте тұрды. Мұны шығарып алдым. Ендігі қазір кесіп көрсететін боламын. Бұл бізге тіске басар болғандықтан қатты үлкен қылмай, шағындап кесетін боламыз. Қатты үлкен болмау қажет, шағын қылып кесеміз. Барлығын әдемілеп кесіп аламыз. Мұны осылай кесіп алдық. Шағындау болды. Ендігі мұны осындай арнайы таяқшалармен осылай әдемілеп дастарханымызға қоятын боламыз. Мұны енді әрлеу үшін мен осындай қиярды қолдандым. Осы қиярды осылай жұқалап кесіп алдым. Сіздер міне өзіңіздің қалауыңызша қызанақпен болсын, оливке қолдануға өзіңіздер әдемілеп қоюға болады. Ендігі мұны осылай барлығын қиярларды жұқалап кесіп алып, осы арнайы таяқшалармен осылай қиярдан өткізіп, ендігі бауырларымызды қатарынан осылай жинап шығатын боламыз. Сіздер біреуден қойсаңыздар болады, 2 қатардан қою болады. Мен 2 қатардан әдемілеп қойып шықтым. Өте дәмді, өте тойымды, сондай әдемі болып көрінеді. Және дастарханыңызды ашып тұрады. Отбасыларыңызға, келген қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Жасап көріңіздер. Жасаған болсаңыздар, комментарийға пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Және де осы видеоның астында поделиться батырмасы басып достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және де тағы да қандай сізді видеолар қызықтырады, соны комментарий жазып кетсеңіздер болады. Тағы да қандай видеолар түсірейін, алда да тағы да жаңа рецепттер болады.
міндетті түрде арнама жазылып қойып лайк басып ұмытпаңыздар. Баршаңызға да көп рахмет. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше.